Екі жағынан бағасы 395 миллион, ұзындығы 2 километр. 2 километр. 2 километр. Дұрыс. Бөкейханнан бастап Астанаға шейін екі жағынан лоток ауыстырылады, мына ішке жаңа асфальт салынады, үстіне верхний слой. Сосын мынау Астанадан бастап анау Түркістан көшесіне дейін, мына іште қазір қарап отырсаңыздар 9 метр, сол 14 метрге 14 метр уширение, 4 жолақты. 4 жолақты болады. Екі жағына тротуарымыз салынады, түседі. сосын освещение болады. Освещение болады. Осы жұмыстарды бастауымыз керек тез арада. Тез. Жер жұмыстары бар, дайындық жұмыстары бар деген. Ертең енді асфальтқа келем деген шен қанша жұмыс бар ғой бұл жерде. Осының жаңағы Бейбарыстан бастап Бөкейхан көшесіне дейін негізгі жоба дайындалған. Оның Бөкейхадан әрі қарай біздің жаңа базар аумағына дейін кезінде ол жақта реконструкция, средний ремонтпен асфальт жасағанбыз, бірақ енді осы жерде кеңейтіп, негізгі жол кептелісіне байланысты осы екі араны жасаттық. Сондықтан бұнда жұмысты тезірек дайындап, сапалы орнатып алуымыз керек. Бұл да үлкен көше. Жаңағы айтып отқан жобада жарық шамдар қарастырылған, жаяу жүргіншілер қарастырылған, 4 жолақты, жаңа латкованиясы бар. Онда әдемі бір жоба келіп тұр. Осыны жаңағы айтып отқандай үкіметтен қаржы қолдау тауып отыр. Біздің облыстық бюджеттен аймақ басшысы осыны бақылап, күнделікті осыған бақылауға алып отыр. Сондықтан бұны сапалы алып шығуымыз шеке. Енді бұл сіздер тәжірибелі мекемесіздер, УАТ компаниясы осыны бастауға алып отыр. Сондықтан ертең күн жылы тосын бастайым деген жоқ жеке. Өткен жолы келіскендей қаржы бәрі шешіліп тұр. Соған бастауымыз керек. Күн жылы қазір деген. Жаңа айтып, жер жұмыстарымыз бастап, ертең асфальтқа дайындап қойсақ, сосын зырылдатып асфальтымызды бітіріп қойсақ, тезірек халықтың игілігіне осы жобамызды тапсыруымыз керек.